Қазіргі заманның жаңа сын-қатерлері қоршаған ортаның ластануы, дұрыс тамақтанбау және аз қозғалысты өмір салты. Жаһандық өзгерістермен жаңғырту әрине заман талабы, алайда оның пайдасымен қатар зардабы да жетерлік. Қимыл қозғалыстың аздығынан ауру түрлері көбейді. Сондықтан заман ағымын ескере отырып, өмір салтын салауаттылыққа бейімдеу қажет. Адамдар көбінесе денсаулық сыр бергенде ғана оны ойлайтыны өтірік емес. Әсияның да жүгірумен айналысуына өзін жайсыз сезінуі себеп болған. Өзім бала кезімде жіберіп алдым, спортпен айналыспадым. Ол кезде біз физкультура сабағында, дене шынықтыру сабағында справка алып алатын едік те, қатыспай отыратын едік скамейкада. Неге қатысқыларыңыз? Менің бір жағы көзім дұрыс болған жоқ. Бала кезімнен очки киетінмін, барлығы мазақтайтын. Соның бәріне қиналып, бұйығып, солай өстім. Спортпен айналысқан жоқпын. Алайда ештен кеш жақсы. Әсия 2016 жылдан бері аптасына 3-4 күн жүгіреді. Соның бірінде 21 шақырым қашықтықты еңсереді. Жүгірмесем ауырамын дейді Әсия. Ол өз отбасында дене белсенділігінің осы түріне бейімдеген. Жемісін де көріп жүр. Жүгіру басқа дене белсенділігі түрлеріне қарағанда шығынды аз қажет етеді. Орынды да талғамайды. Алайда сырт көзге оңай болып көрінгенмен жүгірудің де өз ережесі бар. Мен жүгіріп бастағанда білетін адамдар айтты, сіздің техникаңыз дұрыс емес, бұл денсаулыққа зиян болады, тренер алып жүгіріп көріңіз деп. Содан кейін біз үлкен қызым екеуміз Диас Күнтуаров деген тренерге барып жазылып, ол үйретті бізге қалай жүгіру керек, техниканы қалай қою керек, аяқты, қолды қалай ұстау керек, соның бәрін үйретті. Сосын біздің немізді, темпімізді қарайтын, пульсымызды қарайтын. Пульс қатты болып кетсе, тағы да зиян екен. Ондай заттарды білмедік. Одан кейін көп әдебиеттер оқи бастадық. Дене белсенділігін көп жағдайда спортпен шатастырады. Тіпті оған отырып тұру, баспалдақпен көтеріліп түсу секілді қарапайым қимыл қозғалыстардың өзі жатады. Ал күнделікті жарты сағаттық дене белсенділігінің денсаулыққа берер пайдасы мол. Организм көптеген ағзалар мен жүйелерден тұрады. Олардың әрқайсының өзінің арнаулы қызметі бар. Мысалы, ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, несеп өндіру жүйелер, жүйке жүйесі дейміз, гормондар, эндокриндік жүйе. Табиғат әр жүйеге өзіне арнаулы қызмет беріп қойған. Соның арқасында бүкіл жүйелер қосылып, организмді бір тұтас есебінде соның тіршілігін сақтауға іс-әрекет жасайтыны белгілі. Кез келген физиологиялық процесс міндетті түрде энергияны талап етеді. Ал энергияның негізгі көздерінің бірі әрине дене белсенділігі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде кең таралған аурулар жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруы, қатерлі ісік және диабет. Бұлардың қатарына гиподинамия және гипокинезия, яғни дене қозғалысының аздығынан пайда болатын семіздік, атеросклероз, екінші типті қан диабеті секілді аурулар қосылды. Салауатты өмір салтын сақтау дегеніміз ол көптеген қағидалардан тұрады, көптеген шарттары бар, көптеген көрсеткіштері бар. Бірақ бұның ішінде ең негізгі шарт ол әрине дене белсенділігі болып табылады. Орта ғасырда белгілі ұлы Абу Али ибн Сина деген ғалым сол заманда денсаулық сақтау барысында дәрілермен салыстырғанда ең маңызды бірінші кезеңде дене белсенділігі дегенді айтқан. Клиникалық бақылауда медицина қызметкерлері жасау, сонымен қатар жануарларға лабораториялық зерттеулер жасау барысында анықталған қимыл әрекетімен айналысатын организм, физикалық қимыл әрекеттері көп организмде өмір сүру ұзақтығы, өмір сүру мерзімі 10 жылға созылады. Бір баспалдаққа, бір сатыға көтерілген адамның өмірі 3-5 секундқа созылатыны белгілі. Дене белсенділігі тек денсаулықты жақсартып қоймай, сонымен қатар артық салмақтан арылып, тән сұлулығын сақтауға да әсерін тигізеді. Мысалы, сағатына 4,5 км жылдамдықпен 30 минут жүрсеңіз, 120 калория, 60-70 баспалдаққа 1 минутта көтерілсеңіз, әр салмағыңызға 0,14 калория жұмсайсыз. Мысалы, орташа есеппен салмағыңыз 70 кг болса, 10 калория жағасыз. Ал 1 сағат билеу кезінде 250-350 калория жұмсалады.
Дегенмен көптеген жұмыстар жеңілдетіліп, адамдардың қолдары ұзарса да, өкінішке орай көпшілігінің дене белсенділігімен айналысуға уақыты жетпей жатады. Спортпен немесе дене белсенділігімен шұғылданасыз ба? Жоқ. А не себепті? Уақытым жоқ. Спорт түрлерімен? Жоқ. А не себепті? Білмейді, жұмыстамыз. Спортқа уақыт табылмауы мүмкін маман ретінде. Бірақ дененің белсенділігі үшін, тәннің қимыл қозғалысы үшін соншалықты бір уақыттың қажеттілігі жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда дененің белсенділігінің болмауы адамның өзінің тәніне деген құрметінің болмауы. Өзінің тәнінің, өзінің өміріндегі, тіршілігіндегі мәнін түсінбеуіне байланысты сияқты. Әрбір 4-ші адам дене белсенділігімен айналыспайтындығын Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдейді. Ал ұйым ұзақ өмір сүру үшін 18-ден асқаннан кейін адамға аптасына кем дегенде 150 минут орташа қарқынды, немесе 75 минут жоғары қарқынды дене белсенділігі қажет дейді. Адам өзіне шектеу қойған сайын ауру бола беретін сияқты. Себебі қан айналымы нашарлайды, көңіл күйің түседі, өзіңді бір кем сезінесің. Ал спортпен айналысу арқылы керісінше өзіңді алға жетелейсің. Үміт пайда болады, мен мынаны істей алам деген сенім пайда болады. Адамда сенімділік те болады. Жақсы көңіл күй көп нәрсеге әсерін береді ғой. Мамандар дене қимылының аздығы адам психологиясына әсер ететінін алға тартады. Себебі орталық жүйке мен тірек қимыл жүйелері өзара тығыз байланысты. Ал дене белсенділігінің жетіспеушілігінен бұлшық еттер әлсізденіп, тіпті азайып қалады. Бұл адамның тәніндегі арнайы жүйке клеткаларының миға керек ақпарат жеткізбеуіне әкеледі, яғни ми қызметі әлсірейді. Психология жағынан қарағанда, егер сен белсенді жаттығулар жасайтын болсаң, сен психологиялық жағынан басқа жай үйде жатқандан қарағанда мықты болады. Өйткені сен күйзелісті де оңай көтере аласың. Егер психологияда жаттығулар бар, егер біреуге ашулансаң, барып далаға жүгіріп келіп ішінден шығар. Ол да мысалы өте пайдалы, өйткені күйзеліске көп адам түсіп кетеді, егер белсенді жұмыс жасаңыз. Сондықтан адамның психологиялық жағдайын оның физиологиялық болмысынан ажыратып қарастыруға болмайды, дейді Нұргүл Молдабайқызы. Яғни адам тек сымбаттылықты сақтау үшін ғана емес, өзінің өмір сапасын арттыру үшін де тәніне көңіл бөлгені дұрыс. Мен өмір сүрген кезде Әселдің, Еркіннің бойында өмір сүрмеймін. Мынау Нұргүлдің тәнінде өмір сүрем. Міне сондықтан да өмір сүру барысындағы, қарым-қатынасқа түсу барысындағы, сонымен бірге жалпы тіршілік ету барысында менің бүкіл эмоцияларым, менің көңіл күйім, мендегі болып жатқан түрлі толқындар, көңілдің толқындары деп айтайық. Міне осының барлығы біздің тәнімізде жинақталады. Міне сондықтан да тән бір белсенділікке келмей, яғни тәніміз біздің қимылдамай, бұны сыртқа шығару, түрлі көңілдің иірімдері, көңілдің толқындары, бұның барлығын тәнімізге жинақтала беретін болсақ, бір күні тәніміз біздің ауру арқылы сөйлейді. Кеше ғана сонда болдық, барғым келмейді. Енді не істейміз? Білмеймін. Бәрібір маған. Бақытыңыз өз қолыңызда, сондықтан дене белсенділігіне көңіл бөліп, жарқын болашаққа жол ашыңыз.